Сәлеметсіздер ме, менің YouTube көрермендерім? Сіздерге бүгін мен дренажды массажды үй жағдайында қалай дұрыс және де оңай тәсілін жасауды мен сіздерге көрсететін боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен массаж жасамай тұрып, біз баланы сыртқа таза ауаға шығарамыз 5 минут, 10 минут. Одан кейін ішке кіргізіп, ингаляциясын жасаймыз. Одан соң су береміз, сұйықтық береміз, сүт ішетін болса сүт береміз. Қарнын тойдырамыз баланың. Содан соң біз массажымызды жасай береміз. Ең алдымен массаж жасамай тұрып, біз кішілеу жастық алып, сол жастыққа біз баланы ішімен жатқызатын боламыз. Ең алдымен ішімен жатқызған кезде балаға ойыншық беріп қоямыз, алдаймыз, жыламайтын әрекет жасаймыз. Сосын біз енді арқасына ең алдымен массаж жасайтын боламыз, яғни өкпе тұсына жасайтын боламыз. Егерде массаж жасаған кезде сол өкпе тұсы қызаратын болса, массаж дұрыс жасалып жатыр деген сөз. Яғни, егерде өкпе тұсы қызаратын болса, сол өкпесіндегі қақырықтар жібиді, сол арқылы біз соққы арқылы қақырығын түсіретін боламыз. Мінекей, ең алдымен біз сипалап аламыз, міне өкпе тұсын жақсылап, міне осы өкпе тұсын біз қазір қыздыратын боламыз. Ең алдымен сипалап аламыз. Сипалағаннан кейін біз уқалау әдісіне өтеміз, өзі массаждың әдістері бар, дұрыс жасалу әдістері бар, мінекей. Уқалап аламыз. Уқалаған соң бізде аралау деген әдіс бар. Ол аралау әдісінде жасаймыз. Одан соң біз вибрация әдісіне өтеміз, мінекей уқалау әдісі, міне екі жағында бірдей уқалап аласыздар. Мінекей, дәл осы видеодағыдай жасайтын болсаңыздар, иншалла, жақсы результат көрсетесіздер. Мінекей, енді біз аралау әдісіне өтеміз. Осы аралау әдісі мені жақсылап көріп алыңыздар. Үйде осы әдісті қайталаңыздар балаларыңызда. Мінекей, осылай аралау әдісі. Енді біз вибрация әдісіне өтетін боламыз. Мінекей, бұл бізде вибрация әдісі. Қайталай берсеңіздер, осылай жасай беретін болсаңыздар, сіздер күнделікті үйренетін боласыздар. Және де тағы бір айтып кететін жайт, егерде массаж жасаған кезде арқасы, яғни осы міне өкпе тұсы жақсы қызатын болса, ол дұрыс жасап жатыр деген сөз. Және де күнделікті дренажды, массажды біз 3 күн мен 5 күн аралығында жасайтын боламыз. Күнделікті жасаңыздар, бір күн жасап, бір күн жасамай олай болмайды. Күнделікті бір уақытты қойып жасау керек. Мінекей, өкпе тұсы қызарды, қараңыздаршы, міне осылай тура осылай қызару керек. Енді біз соққы әдісіне өтетін боламыз. Мінекей, соққы әдісіне өттік. Міне қолымызды осылайдан тұрып, қатты емес, жайлап соққы әдісін жасаймыз. Мінекей, көріп отырғандарыңызда. Енді саусақтың ұшымен, міне саусақтың ұшымен соққы жасаймыз. Міне көріп тұрсыз, соққының да әдістері бар. Енді міне қолды сәл бүгіп, міне қараңыздар, осылайынан міне жасайсыздар балаға. Жайлап, қатты емес, өздеріңіз білесіздер ғой. Мінекей, осылайынан жасап аласыздар, Күнделікті күнде 5 күн жасайтын болсаңыздар, Құдай қаласа, результат болады. Мінекей, осылайынан қақырықты жоғары қарай шығарамыз. Сіздер ойламаңыздар, қақырық шықпады, қақырық аузынан шықпады деп ойламаңыздар. Обязательно осындай дұрыс жасайтын болсаңыздар, қыздыру арқылы жасайтын болсаңыздар, өкпесіндегі қақырық жібейді, жібігеннен соң ол үлкен тезегінен түседі, немесе мұрнынан ағады, немесе аузынан құсу арқылы аузынан шығарады өзі, баланың өзі. Мінекей. Міне енді арқасын жасап болған екен, алды тұсын, өкпе тұсын, міне көріп тұрсыздар, өкпе тұсын жоғары қарай сипалайсыздар, төмен қарай сипалайсыздар. Мінекей, осылайынан жасап отырасыздар. Алла қаласа 5 күн жасайтын болсаңыздар, осы менің әдісіме жасайтын болсаңыздар, результат көрсете аласыздар, Алла қаласа. Мінекей, осылай
міне тамағынан да шығарасыздар осылай.